Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен клубника шоколаде жасаймыз. Ол үшін бізге клубника, шоколад, сүт, шпажка қажет болады. Алдымен клубниканы 20 минутқа морозильникте сақтап аламыз. Содан соң ғана жасайтын боламыз. Ал шоколадымызды ертіп аламыз. Шоколадты өзіңіз қалаған жолмен ертсеңіз болады, водяной баняда немесе басқаша. Мен мұнда кондитерский мешокқа салып, үстіне кипяток құйып, ерітіп алдым. Бұл әдіспен ерту өте ыңғайлы, және де 2-3 минут көлемінде шоколадыңыз еріп шығады. Толық арасындағы шоколадтары да еруі үшін кішкене осылай араластырдым. Келесі кезекте клубникалармен айналысамыз. Клубникалардың жапырағын қалдырып, тек қана сағағын алып тастаймыз. Сонда әдемі көрінетін болады. Сол алып тастаған жерге шпажкамызды немесе палочкамызды салып аламыз. Видеода көрсетілгенде барлық клубникаларды осылай жасап аламыз. Біздің шоколадымызда толық еріді. Ендігі кезекте оны ыдысқа құйып алатын боламыз. Шоколадтың үстіне сүт немесе сливки қалаған пайызда сары май құйсаңыз болады. Сонда шоколад кішкене сұйықтау болып, клубникаға жағылуы өте ыңғайлы болады. Мен шоколадтың үстіне 3 ас қасық сүт құйдым. Аз бөліктен құя отырып, араластырып алдым. Сонда кішкене сұйықтау масса пайда болады. Бұл массаны шоколадқа жағу да өте ыңғайлы болады. Шпажкада дайын тұрған клубникаларымызды осылай шоколадқа батырып аламыз да кептіріп қоямыз. Кептірудің де әртүрлі жолдары бар. Сіз өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыз болады. Маған көбірек осылай ұнайтын болғандықтан осылай жасадым. Шпажкаларды тік тәрізде тұрғызып кептірдім. Барлық клубникаларды осылай шоколадқа батырып аламыз. Қаласаңыз, әртүрлі заттармен әрлесеңіз болады. Кокосовая стружка немесе орех сияқты қалаған заттарыңызды бетіне сепсеңіздер болады. Немесе ақ түсті шоколад жағып, өз қалауларыңызға байланысты әрлейсіздер. Мен мұнда тек қана кокосовая стружка септім. Клубникаларымыздың барлығын жасап болғаннан соң холодильникке салып қоямыз, немесе шоколад бөлме температурасында еріп кетуі мүмкін. Шоколадтарымызды тоңазытқыштан алғаннан соң осылай шпажкадан түсіріп тарелкамызға саламыз. Шпажканы алу өте ыңғайлы және де ешқандай кедергісіз. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Астарыңыз дәмді болсын. Бұл видео сізге ұнаған болса, лайк басып, пікір жаза қалдырыңыз.